көрдік. Яғни практикалық жұмыс жасаймыз. 3 топқа 3 түрлі практикалық жұмыс дайындағанмын. Мына қолдарыңызға берілген парақта жұмыстың қалай жүру барысы барлығы анықталып көрсетілген. Осыны мұқият оқып, өзіміз не жасау керек екенін біртіндеп тобыңызбен ақылдаса отырып жасайсыздар. Соңында тұжырым бөліміне келген кезде өз тұжырымдарыңызды жазып параққа көрсетесіздер. Жарай ма? Даниярдың тобы, екінші Іңкәрдің тобы, үшінші Дәменінің тобы. Ал әр топ өз топтарыңызбен берілген тапсырманы оқыңыздар, жұмысты ары қарай өрбітіңіздер. Сіздерге практикалық жұмыс тапсырмасы берілді. Қандай тапсырма берілді, Аружан? Тәжірибе. Оқушылар ыдыстарға таза су мен шырынды құю керек. Топтың мүшелері оның мұрнымен кезекпен шырын мен таза суды құйылған ыдыстарға жақындатады. Оқушы сусын мен суды иісі арқылы ажыратады. Келесі оқушы ыдыстағы сусындағы ішкізіп дәмін таптырады. Келесі оқушы тұз бен қант қосылған суларды кезектімен дәмін таптырады. Осылайша тәжірибе қайталанады. Жақсы, жұмыстың барысы белгілі ғой, ал балалар іске сәт жасаңыздар, бірлесіп отырып. Иіскеп көріңіздер, судың иісін, сосын дәмін көріңіз деген сізге. Және оның ішіне тұз және қант салып көріңіздер депті. Көрдіңіздер ма? Иіскеп. Ал. Әртүрлі түсіндегі ыдыстарға суды құйып, судың күшіні сақтамайтын дәлелдейді. Ал берілген оқып шықты Іңкәр. Ал енді не істеу керек екенін көріп барлығыңыз жасауға тырысыңыздар. Екі стақанға да шай қасық салып, мұқият қарайды. Әртүрлі пішіндегі ыдыстарға суды құйып, судың күшіне сақталмайтынын дәлелдейді. Үшінші тобымыздың тәжірибесін анықтап, не жасайтындығын түсініп алайық. Ал сіздерге қандай тапсырма беріп тасылғаным? Тыстағы топырақтың үстіне су құяды. Судың топыраққа қалай сіңіп кеткенін бақылайды. Дәл осылай матаға да су құйып, оның қалай сіңетінін анықтайды. Жарайды, іске сәт. Тәне не істеуіміз керек? Сіздер топыраққа және матаға сіңгенін байқадыңыздар. Үшіншісі тағы қандай тапсырмамыз бар еді? Дәл осылай оның қалай сіңетінін. Жақсы, керемет. Енді осы тәжірибеден не байқағандықтарыңызды тұжырымға жазып көрсетіңіздер. Ғани Жамал, не салдыңыз бірінші ыдысқа? Бірінші ыдысқа қант салдым. Қаттырақ араластырыңыз, ерсін. Ал екінші ыдысқа не салуыңыз керек? Тұз. Тұз салып көріңіз. Араластырыңыз. Ал енді дәмін көріңіздер. Ал енді осы жасаған жұмыстарыңыздың
нәтижесін топпен бірге ақылдаса отырып тұжырым жасаңыздар. Өздеріңіздің практикалық жұмыстарыңызды аяқтап болдыңыздар ғой, сонымен топпен ақылдаса келіп, қандай тұжырымға келдіңіздер? Тұжырымды кім оқиды? Мен. Ал Қайрат, не байқадыңыз? Біз судың түссіз, мөлдір, таза екенін білдік. Жақсы, тағы не қосасыздар? Сіздер жаңа қант, шекер салып көрдіңіздер, сонда нені байқадыңыздар? Қант пен құм шекер не істеп кетті? Суда еріп кетті. Және судың ерігіштік қасиеті бар екендігіне көз жеткіздік, Жақсы, керемет. Дайын екінші тобымыз бар екен. Өздерінің практикалық жұмысының нәтижесін тыңдатады бізге. Біздің екінші қысым практикалық жұмысының нәтижесі тұжырымы. Ол су өз пішінін сақтамайды және де бояуды өзіне сіңіріп, түсін өзгертіп алады. Және судың еріткіштік қасиеті бар. Жақсы. Сонда судың еріткіш қасиеті бар екендігін, судың пішінін сақтамайтындығын, судың сіңіп кететіндігін біз анықтай білдік. Үшінші тобымыздың практикалық жұмысының нәтижесі шықты, ал біз енді балалардың жауабын тыңдап көрейік. Біздің үшінші топтық практикалық жұмысының нәтижесі судың екі қасиеті бар екенін білдік. Ол сіңіргіш және ағыштық болып табылды. Топыраққа және мақтаға құйған кезде судың сіңіріп алғанын байқадыңыздар, және әртүрлі ыдысқа құйған кезде оның аққыш қасиетке екендігін анықтадыңыздар. Керемет жауаптарыңыз. Мен бүгінгі сабақта білдім судың элементтерді, судың әртүрлі күйлерін, нені білдім. Судың қасиеттерін, судың әртүрлі күйлерін ағылшын тілінде, және де судың пайдасын. Нені білгім келеді? Мен судың барлық күйлерін, судың қасиеттері, ерекше қасиеттерін, және де судың ерігіштік қасиеттерінің басқа түрлерін білгім келеді. Осы сабақта мен су қатты, газ, сұйық түрде болатынын біле отыра, тағы да тіршілікте ең алғаш су пайда болғанын білдім. Басқа сабақтарда су жайлы өзгеше басқа мәліметтерді білгім келеді.